Бәріне сәлем достар. Мен видеодан бастамас бұрын сіздерге айтарым бар. Көптеген менің көрермендерім арнама тіркелмей қарайды екен видеоларымды. Мына жерде статистиканы көре аласыздар. Сондықтан да егер де сіз менің арнама тіркелмесеңіз, сол тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет. Алыншы видео өзімен басталады. Айтпақшы, Асия Жарылқасынова сәлем жолдағым келеді. Асия Жарылқасынова сәлем. Осындай жылы сөздер жазып жатқаныңыздарыңызға көп рахмет. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Біз бәріміз әлемде перзентханада, ауруханада, мүмкін үйде дүниеге келгенбіз, бірақ мен туылған жер сізді таң қалдыруы мүмкін. Менің атым Игор, мен түрмеде дүниеге келдім. Мен сізді бей-жай қалдырмайтын қайғылы оқиғаны айтамын. Балалар түрмеде тек бір жолмен жүреді, ол жерде туылғанда. Менімен солай болды. Мен бұл жарықты алғаш рет жақсы жағынан көргендердің бірі емеспін. Қылмыскерлер мен күзетшіге толы лас жерде менің есімде ештеңе жоқ. Бірақ әжемнің әңгімелері бойынша қазір сізбен бөлісетін кейбір мәліметтерді айтамын. Анам мен әкем қонақта достарымен алғаш рет кездесті. Менің анам Маринаға оны күшті жігіт ретінде таныстырды. Ол бұзық болатын, оның есімі Юра. Ол немен айналысқанын және қымбат сыйлықтар үшін қаражатты қайдан алғанын айтқан жоқ. Бұл әжемді алаңдатты. Ол олардың достығына қарсы болды және оларға бірге уақыт өткізуіне тыйым салды. Бірақ олар әлі күнге дейін бір-бірін жасырын түрде көріп, күндер мен түндерді үзіліссіз өткізді. Ол арманшыл әрі сымбатты болатын. Олардың қарым-қатынасы тез дамыды. Барлығы оларды өте әдемі жұп санайды, бірақ олар шындықты білмеді. Ана мектепті жаңа бітіріп бір күні Юра оған өмірін өзгерткен нәрсе берді. Юра біздің елімізде қатаң тыйым салынған заттарды сатумен алысқаны белгілі болды. Анама заттарға толы чемоданын берді де, оны үйіне апарып, онымен сауда жасасуды ұсынды. Анам қорқыныштан бас тартып, Юраны өзінен аулақ жіберді. Жанжал мен айқаймен айыптаудан кейін ол оны қоршап алды. Мүмкін қазір оған қауіп төніп тұр. Ол ешқашан онымен қарым-қатынас жасағысы келмейтінін айқайлап, оны өміріне жіберген үшін өкінді. Ол ашуланды, бірақ бәрібір чемоданын ертең оны алып кетемін деп сылтаумен оны үйіне алып кетуге көндірді. Марина қолын бұлғап оны өзімен бірге алып кетті. Бұл оның негізгі қателігі болды. Өзара таныстардан менің анам Юраның үстінен қазір тергеу жүріп жатқан және жақында түрмеге жіберілетінін білді. Анам бөлменің төсегінің астында жатқан чемоданы және одан құтылу үшін үйге жүгіруге күш салған есіне алды. Есікті ашқан кезде ол жылап жатқан анасын және сол чемоданды ұстап отырған маңайдағы полиция қызметкерлерін көрді. Ол Юраның бәрі үшін кек алу керектігін, оны көмекшісі ретінде өткізгенін және енді көп жылдар бойы түрмеде жүруге тура келетінін түсінді. Бірақ ең сорақысы, ол мені жүкті екенін бұрыннан білді. Ұзақ сот тыңдаулары, тергеу изоляторы Маринаның жақын адамына опасыздық жасаудан айырады. Гламия қабырғалары жасушалар. Мұның бәрі күн сайын оны баяу өлтіреді. Не болғанына сене алмаған анасының көз жасы. Үлкен үміт артылған қыз, отбасындағы жалғыз бала. Барлығы артқа кетті. Ештеңе бұрынғыдай болмайды. Бұл өмір ұқыпсыз және бейқам өмірді қайтаруға болмайды. Енді Маринаны 15 жылға бас бостандығынан айыру және баласын төзімсіз жағдайда туылы болды. Төсекке байланған. Ол тіпті тірі қалмауы мүмкін. Иә, оған Юра сияқты 15 жыл берді. Көп ұзамай оны әйелдер колониясына жіберді. Онда ол оқуға, достармен серуендеуге, отбасын құруға, саяхаттауға кететін уақытты өткізеді. Бірақ оның орнына ол мұнда зұлым істер жасаған қылмыскерлердің арасында шірейді. Оның жүкті екенін бәрі білді, бірақ оған көз қарасы мүлдем өзгерген жоқ. Үмітсіздіктен ол босанған кезде темір торға ұрып дәрігер беруін сұрады. Сондықтан мен ауруханада түрмеде дүниеге келдім. Қайтып келген соң мені түрмеде отырған баланың үйіне орналастырды. Анам маған жұмыстан бос уақытта таңертең 2 сағаттан және кешке 2 сағаттан бастап келуге болатын. Оның өзі басқа тұтқындар сияқты жағдайда болды. Әдетте бала 3 жылға дейін колонияда болады. Егер анасы 1 жыл немесе одан да аз уақытқа отыруға қалдырылса, онда баланың тұруын ұзартуға болады. Егер анасы әлі ұзақ уақыт отырса және баланың туыстарын алмайтын адам болмаса, ол балалар үйіне барады. Осындай аналар мен балалардың көпшілігі өмірде ешқашан кездеспейді. Кейбіреулері балалар үйінен алады. Олардың пайызы да аз. Мүшелер аналарымен бірге түрмеден шығады және ол жаққа ешқашан оралмайды. Мен жолым болды.
2 жасымда менің әжем мені алып кетті, өйткені анам мені осы қараңғы жерде азаптауға және барлық балалар сияқты жақсы және қалыпты өмір сүруге мүмкіндік беруді шешті. Шынымды айтсам, мен анама ризамын. Мен өзімнің әкемді ешқашан көрген емеспін, оны білгім де келмейді, өйткені ол менің өмірімді және анамның өмірін бұзды. Мүмкін болса, мен анама барамын, ол жақында босатылады және біз үшін бәрі ойдағыдай болады деп үміттенемін. Осымен видеомыз тамамдалды. Соңына шейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Және мен Инстаграм бар, Инстаграмға да тіркеліп кетулеріңізге болады, сілтеме астында болады. Алыншы келесі кездескенше.